Қайырлы күн. Төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қағаз түрінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді алуға онлайн өтінім беру мүмкіндігін ұсынады. Онлайн өтінім беру үшін электрондық цифрлық қолтаңбаның көмегімен egov.kz порталына кіру қажет. Оң жақ жоғарғы бұрышында сіздің аты жөніңізді басқан кезде ашылатын мәзірден электрондық өтініштер пунктіне басу керек. Одан кейін сіз электрондық өтініштер қызметінің сипаттамасы бар бетке кіресіз. Онлайн тапсырыс беру батырмасын басқан кезде бұрын құрылған өтініштер бар жеке кабинет ашылады. Мұнда сіз тиісті батырманы басу арқылы жаңа өтінім жасай аласыз. Ол үшін келесі мәліметтерді толтыру қажет. Пошталық мекен-жай, нақты тұратын мекен-жайы, телефон, ұялы телефонды енгізу, аймақ, ашылмалы тізімнен қажетті мемлекеттік орган орналасқан аймақты таңдау, қабылдаушы, мемлекеттік қызметті алу үшін жіберілетін мемлекеттік органның атауы, мазмұны, мемлекеттік қызметтің атауы. Сондай-ақ мемлекеттік қызметті алу үшін қажетті құжаттардың барлық скан көшірмелерін қоса беру қажет. Бұдан әрі электрондық цифрлық қолтаңба арқылы өтінішке қол қою қажет. Өтініш беру нәтижесінде сіздің өтінішіңізге жеке кабинетте мәртебе беріледі. Осы бетте сіздің өтінішіңіздің мәртебесін бақылаңыз. Көріп отырғандарыңыздай, бәрі өте оңай.